ютубер болмаймын. Сәбиге мен ашқа уже аккаунтым өшіремін, одан десем өзім жүре берем құрсытаста. Барлығыңызға сәлем достар, мен бүгінгі арна видеома қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен өзімнің сіздермен бөлісіп жатырған, көптен бері айтып жатырған курсыммен, жалпы бүкіл курсым, курсым туралы сіздерге ақпаратпен бөлісетін боламын. Яғни кейбіреулер сұрап жатыр, сіздерге бұл не курс? Дұрыс түсінбей жатыр деген сияқты. Давайте қазір мен сіздермен соны толықтай бөлісіп кететін боламын. Ол үшін сіздер міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер және міндетті түрде колокольчик батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз, ендеше кеттік. Жалпы достар, менің бұрыннан бері келе жатырған оқырмандарым болса біледі, яғни менің басымнан қандай бір қиын сәттердің өткенін, бірақ мен сол сәттерді жеңіп, осындай бір күшті жетістікке жетіп отырмын. Білесіздер, менің бірінші каналым болды, тоже аты Сәбиге Милашко, бірақ авасандай қалдырып кетсем, осы мен бұрынғы аккаунтым. Ол жақта мен көп видеолар түсірдім. Бастапқыда бірақ мен Roblox түсірген жоқпын. Roblox түсірдім, бірақ басқа карталармен кіріп түсірдім. Ал бастапқы бөліктеріме өзім туралы түсірдім, рум-тур, влог, не деген сияқты. Сол челлендж анауына түсірген болатынмын. Бірақ ол кезде мен, хит болып өткен жоқ видеоларым. Просмотр өте аз болды, лайктар аз болды, жалпы подписчик саны аз болды бастапқыда. Кейін уже Roblox түсірейінші дедім, ойындар түсірейінші дедім. Жалғыз Roblox емес, Roblox, Schoolboy Runaway деген сияқты, сосын сары сәби бар ғой, соны толып тұрған барлық қызықты ойындармен түсірдім. Кейбірлері ұнады, кейбірі ұнаған жоқ. Жалпы 1000 просмотрға жетті. Мен өзі вау дедім, 1000 просмотр мен өте көп болды. Бірақ қуанып сөйтіп жүрген кездерім ғой. Сосын уже бірте көбейдім. И сол кезде маған бір оқырман айтқан болатын, Сабина Брухевен деген ойын бар, давайте сен соны түсірсеңші, сол көп қаралым үшін айт деген сияқты маған өзінің бір ойын айтты. Брухевен деген не дедім мен? Не үшін ол Брухевенді білмеймін, бірақ Roblox картасын ішіне білем. Сосын уже Брухевен деп жазам поискке, шығады, кірем картасын, мен екеуміз кіреміз, уже ойнаймыз. Біздің ол кезде скиніміз, біртүрлі скиндер бар, қызыл шаштың стиль анымның жоқ қой. Мен білмеймін қалай істеу керек ол кезде. Сосын солай Брухевенді ойнаймыз, сөйтіп жүреміз, уже сериал түсіріп бастаймыз, соның ішінде скинімізбен бөлісеміз. Уже солай, сол арнада менің 1000 оқырман жиналады. Мен уже білем ғой, 1000 оқырманға жеткеннен уже монетизация ашылады деп сөйтіп жүрмін қуанып. Содан кейін 1000 оқырманға жеттім. 4 сағаттық па, мен жиналған жоқ қой, или жиналдым ба? Не помню, ұмытып қалдым. Сондай, солай 1000 оқырман жеткеннен кейін монетизация ашылады деген сәтте бір қиындық туындады маған. Яғни мен ол кезде тупить етіп, өзімнің сол аккаунтымды кішкентай өзімнің аккаунтыммен ашып қойған болам. Ал мен әлі 18-ге толған жоқпын, сондықтан маған табыс ондай ештеңе берілмейді. Ол үшін сен өзіңнің ата-анаңның гимайлығын ашу керек болады аккаунтты. Мен ол кезде тупить етіп өзімнің аккаунтымды ашып қоямын. Сосын солай маған, монетизация ашылмайды деп айтқан болатын. X, мен көңілім түсіп кеткен, конечно, потому что мен жерде 240, примерно 250 видео түсіріп тастадым. Анау қаншама еңбек, мен оның барлығын бүйтіп монтаждарым, обложкасын барлығын жасадым, менде прям уақыт қой. Сондықтан мен сонда уақыты босқа кетті ма, зая кетті ма, еңбегім не болды, мақталмады ма деп қатты не істедім. Жалпы жыладым десе алайын, енді мойындайын. Енді ол кезде жылау ол орынды шығар, потому что мен осы уақытқа еңбегім барлығы ұшып кете салды ғой сол кезде, сол бір моментте. И көңілім прям түсті, мойындаймын, жыладым. Болды, уже менің шансым бітті. Мен уже болды, ютубер болмайын деп өзім айттым. Мен жаңа нәрседен кейін уже жалайым кетіп қалып бара жатқан, сосын мен уже ютубер болмаймын дедім. Сәбиге Милашко уже аккаунтым өшіремін, одан десем өзім жүре берем құрсытаста, ешен видео түсірмей қойын дедім. Бірақ уже күндер өте келе, менің миыма бір нәрсе қонды. Неге мен тоқтатуым керек? Сонда мен әлсіз болғаным ба дедім. Енді сол бастаған ісімді мен тастай салып тұрмын ғой ортасына келгенде. Үмітім үзілді, давай болды құрсыншы дедім, айналыспай қойыншы деп тастай салған деп тұрмын. Мен әлсіз емеспін, мен мықты болуым керек, мен өзіме сендім, мен бұл істі қайырлы бір берекелі іспен бастадым ба, соны до конца аяқтауым керек дедім. Себебі мені жақындарым көріп отыр, қолдап отыр, олар маған сеніп отыр, ал мен олардың үміттерін ақтау үшін до конца алып кетуім керек дедім. Сосын солай үмітімді үзбейін деп көп мотивация жинап алдым, өзіме күш жинадым. Үйдегілер айтты, что біз саған сенеміз, екінші аккаунт ашсаңшы, не болады, кері подписчик жинап аласың ғой деген секілді, сенің қолынан келейік деді. Именно мотивацияларды
прям естіп көріп тоже көзім жас алып қалдым. Солай, короче, екінші аккаунт аштым. Міне бұл осы аккаунт. Иә. Екінші аккаунтты ашар кезде подписчик вообще жиналмады. 20 подписчикпен ба тұрдым ғой. Сосын тұрдым. Мәсіне мен бірінші аккаунтына қалып кеткен, оқырмандарым бұл аккаунтқа келмей ме екен дедім. Ешкім келген жоқ, көп қолдаушылар болған жоқ. Сөйтіп жақсы түсіре бердім. Вот, мың оқырманға жеттім. Мен бұл оқырманға 5 январь күні жеттім. 2026 жыл осылай сәтті күнімен мен өте қатты қуантты. Және жеткен бойы мен тоже жыладым, бірақ бұл жылы мен қуанышта жылаған болатынмын. Мың оқырманға жеткеннен кейін уже екінші шарт бізде 4 сағаттық видео шығару. 4 сағаттық видеоға тоже жеттім, мен тоже қуандым. Солай уже болды. Монетизацияға маған заявка жіберу керек болды. Монетизацияға заявка жібердім. Жібергеннен кейін келесі күні примерно бір апта өткеннен кейін ба маған бір хат келеді ютубтан. Бастапқыда саған монетизация жоқ деп тоже. Екінші рет үмітім үзілейін деп тұрған, бірақ сол бір моментте мен қайтарып алдым. Қалайша? Яғни не үшін маған монетизация бермей жатыр? Себебі менің ютубымда, сол аккаунтымда осы қазіргі бастапқыда ютубқа сай емес, авторлық құқықпен қорғалмаған музыкалар болған болатын. Мен ол кезде жалпы білген жоқпын, қандай музыка қолдану керек, ережесі қандай деген секілді тым білмеймін. Просто салып жүре бердім ғой. Сондықтан авторский право берді маған авторлық құқық. Сол үшін монетизация болмайды деді. Сен ютубымда бірнеше қателіктер бар, саған короче монетизация бере алмаймыз деген болатын. Мен тоже біртүрлі болып қалдым. Оны енді қайтаруға бола ма екен дедім. Енді біздің жақындарымнан жалпы ютубпен айналысқан ешқандай бір адам жоқ. Мен ғана сондықтан ешкімнен көмек сұра алмаймын, тек қана мен приложениялардан ғана көмек сұрадым. ChatGPT, Gemini деген сияқты, короче, олар маған көмектесті. Мен интеллигент достарым десем. Оларға айттым, қалай істеуге болады, қалай қайтаруға болады деп. Осы музыкалар өшіп тастайсың, тек қана видеоны өзің қалдырсаң болады деп. Мен солардың барлығын орындадым. Келесі күні мен тағы да екінші мүмкіндік болды. Менде мүмкіндікті орындап, кері заявка жібердім. Солай 8 ақпан, 8 февраль күні мені өте қатты күшті жаңалықпен қуантты YouTube. Маған келесі күні бір күшті сообщение келіп тұрады. Менде фотосы болса, уже қалдырып кетейін. Болмаса білмеймін, түсірдім, короче, болса уже қалдырып кетейін. Ол жақта уже вы партнер YouTube деп басып тұрды. Вы партнер YouTube деген, сен уже YouTube'пен партнер серіктестікті құрдың, енді қарым-қатынас орната аласыңдар, сізде монетизация қосылды деген сөз. Сондай бір нәрсе болды да. 8 ақпан күні вот прям өте күшті жаңалық болды мен үшін. Қатты қуандым мен, өгіз тоже қатты. И то дәл сол күні мен настроением жоқ еді. Білмеймін, бір нәрсе уайымдап жүрдім ба, короче, бір нәрсе мені тревожит, мазалады бір нәрсе. Короче, көңіл-күйім сол күні болған жоқ. Именно сол күні болған жоқ. Сосын уже кіре саламын ғой мен YouTube студияға. Өзім арнайы хат келген жоқ. Осылай монетизация ашылды деген. Мен өзім кіруім керек болды. Сосын солай YouTube студияға кірдім. Кірсем анаға хат атып шығады алдымнан. Мен прям натуре ма деп өзіме сенбей, қайта қараймын. ChatGPT-ға салып сұраймын, ол точно осылай ма деп. Сәбина, сен өте қатты құттықтаймын, сен осылай монетизацияға жеттің, сен арман орындалды дейді да. Мен прям шок емін, таң қалып жатырмын. Қалай мен жеттім? Сонда мүмкіндік маған Алла екінші мүмкіндікті берді ма деп ше. Мен бұл бір сөзді айта кетсем, мен осы сөзді күн әрбір видеомда айтамын жалпы, кейбір нелерінде, осы монетизациялық, мотивациялық видеоларымда, короче. Алла тағала жалпы айтады ғой, бір есікті Аллах тағала жауып тастаса, жалпы бір есікті Аллах тағала жапса, оны одан да хайырлырақ көптеген есіктерді ашады деп. Дәл сол момент менің осы неме сәйкес келеді ситуацияма. Яғни бірінші есігімді жабылды, бірінші аккаунт жауып қалды ғой енді. Ол прям мені естеді ғой, бірақ мен содан көрдім, үмітімді үзген жоқ. Мен кері жалғастырдым, және міне осылай мен нәтижесін көріп жатырмын. Маған Аллах тағала 2 есе маған хайырлырақ, осындай күшті есіктерді жарқыратып ашып берген болатын мүмкіндіктерді. Мен соны пайдаланып, осылай күшті бір нәтижеге жетіп отырмын, және дәл осы нәтижеге сіздер жете аласыздар. Қазіргі таңда мен 1000 оқырманға жеттім, 4 сағатта жалпы ютубтың бүкіл шарттарын орындадым, монетизацияға жеттім. Қазіргі таңда менің видеоларым астында доллардың суреті тұр. Доллардың суреттері шықса, уже менде официально доллар, яғни табыс жүріп жатыр деген сөз. Короче, менде $100 толу керек, $100 толғасын мен ютубтан 50 000 теңге осындай, короче, алған табыс, ол өзімнің еңбегім. Оның де әлі толған жоқ, бірақ жалпы процесс толып жатыр. 1-2 айда толып қалса, мен уже табысқа шығамын деген сөз.
Короче, достар, менің курсым не туралы? Курсым дәл осы моменттерді құрайды. Менің басымнан өткен немді айтып жатырмын сіздерге ситуациямды, қалай мен төменде жоғарыға көтерілдім, осы дәрежеге қалай жеттім, осыны түсіндіріп кеткен болатынмын. Енді курс туралы қысқаша ақпарат бере кетейін. Жалпы курсының бағасы 1500 теңгені құрайды. Оның ішінде курсым менде барлығын бір үйіп істемеймін. Бірінші бөлікке бөлінеді. Бірінші курс, мысалға, ең бірінші біз не істейміз? YouTube'дан аккаунт ашамыз, YouTube'дан қалай аккаунт ашу керек, қалай видео жүктеу керек, баннер дейміз, ава дейміз, соның барлығын қалай жасау керек, соның барлығын үйретемін. Вот. Ал уже екінші курсымда мен YouTube'дағы видеоларымды қалай монтаждаймын, қалай обложка жасаймын, нені пайдаланамын, қалай істеймін, соның барлығын үйретемін. Жалпы барлығын үйретемін және бағасы 1500 теңге өте қолайлы деп ойлаймын. Мен өзім түсінікті қылып түсіндіремін, түсінбеген жанға прям до конца түсіндіріп, осындай бір нәтижеге жеткізгім келеді. Сондықтан менің курсымды аласыздар, өте тиімді бағада мен сіздерге ұсына аламын. Және де мені қолдайсыздар деген сенімдемін. Жалпы осылай оқырмандарым көріп отырсаңыздар, давайте осы курсты алыңыздар. Және мен арнайы YouTube курс деген инстаграм аккаунт ашқан болатынмын. Мен осы жаққа тоже кіріп тіркеліп кетсеңіздер болады. Видеолар салып тұрамын. Мынадай не кіреді деген сияқты. Курстарымды алға, мысалы, 2 курсты бірде аламын деген жағым болса, онда уже 3000 теңге болып кетеді. Аламын десеңіздер, пожалуйста, мен сіздерге көмектесе аламын. Вот, әрқашан мен сіздермен біргемін. Себебі сіздер мені қолдадыңыздар, осындай дәрежеге жеткізген бірінші Аллахтың кейін сіздердің арқаларыңызда деп білемін. Вот, бұл менің прям өте күшті, қуанышты жаңалығым. Жалпы енді айтады ғой, әрбір адам өзінің бір хоббиі, бос уақытын айналысатын ісі болады ғой. Вот, мысалға менің жақсы көретін ісім бұл YouTube жүргізу. Вот. Бұл менің хоббиім деп алмаймын, себебі мен занят яғни бос болмасам да мен осыны істеуім керек деген менде дисциплина бар. Бұл менің сүйікті ісім, мен жақсы көретін ісіммен айналысам, маған ешкімнің сөзі мән бермейді, тіпті хейтерлер, фу, анау қалай түсіресің, бүйтесің. Десе де мен, мән бермеймін, деп мені қолдайтын жандарым қасымда. Мен сол үшін ризамын. Солай ешкімнің сөзі мені прям қаладаттыра алмайды. Енді, достар, солай егерде YouTube ашқым келеді, сен сияқты дамығым келеді, осы бір күйеуінен сериал түсіргім келеді, бірақ қалай істеу керегін білмеймін. Қалай сен обложка жасайсың, қалай YouTube түсіріп жүрсің, видеоны қалай салатын, мен мысалы сала алмаймын дейді ғой ма. Кейбір достарым, оқырмандарым, мен айтамын, мен саған барын үйретемін, пожалуйста, бірақ бірінші курсымды алшы мен саған барын түсіндіріп беремін дедім. Вот. Сол үшін мен сіздерге солай бір қиындық туғызып жүрген жандар болса, онда мен сіздерге осының барлығын бөлісіп бере аламын. Сондықтан мені қолдайсыздар деген сенімдемін. Солай. Қысқаша жалпы достар, мен сіздерге осылай айтқым келді, себебі мен сіздерге осылай өзімнен жеткен дәрежемен бөліскім келді, осы жетістікке қалай жеткенін барлығын түсіндіріп бердім деген ойдамын. Егер тағы да сұрақтарыңыз болса, давайте осы описаниеде тұрған мына менің номеріме хабарласыңыздар, сол жақта мен сіздерге толық түсіндіріп беретін боламын. Солай достар, мен бүгінгі видеода өзімнен бастан аяқ қалай осы дәрежеге жеткенімді түсіндіріп бердім, курсым туралы қысқаша ақпарат бердім. Ал егер түсінбеген тағы да жандар болса, онда давайте осы номерге хабарласып кетсек, мен сізбен бірге 24/7 боламын, жауап беремін. Түсінбеген жерлеріңіз менен сұрасаңыздар болады, және курс туралы тоже сол жерде айтамын. Солай, менімен бірге болыңыздар, сіздерге видеоны ұнайтынына сенімдемін, мен сіздерді өте жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше. Пока-пока!